Натрий сульфаты мен барий хлориді ерітіндісінің арасында толық және қысқартылған иондық теңдеуінің барлық коэффициенттерінің қосындысы неге тең дейді? Реакция жазу керекпіз, иә? Қалай жазамыз? Натрий S4. Және де оған қосамыз. Одан шығады натрий хлориді қосылған барий сульфаты. Натрий 2S4 қосылған Барий хлориді. Барий S4 қосылған натрий хлор. Реакцияны теңестіреміз, қайсысы тұнба? Натрий хлордың алдына 2 қоямыз. Натрийға 2 өтеміз. Қайсысы тұнба? Қазір. Барий S4. Барий S4. Барий S4 тұнба. Ендеше біз толық иондыққа жазайық. Мына жердегі 2 индекс алдына тек 2 натрий қосылған SO4 минус 2 плюс дегенде ұмытпаңыздар. Қосылған барий плюс 2 қосылған 2 хлор минус. Айтпақшы ше, мына жерде, например, плюс деген сан ғой, плюс қой. Ал тотығу дәреже жазғанда плюс 1 деп жазамыз. Қараптан қалды, не? Плюс деп жазамыз да, мысалға осындай иондарға бөлген кезде. Ал тотығу дәреже кезінде плюс 1 деп қасына қосып жазамыз, е? Осы нәрсені ұмытпаңыздар. Екеуінде разница бар деген ғой. Тұнбаны біз қалай жазамыз? Просто барий хлориді бөлінбейді. Ой, барий S4. Тұнба бөлінбейді. 2 натрий плюс қосылған 2 хлор минус. На 2-ні не үшін жаздым хлорды алдына? Өйткені 2 де тиесілі. Тиесілі, тамаша. Екеуінде де қысқаратындар. Натрий. 2 хлор. 2 хлор. Қалады. S4 қосылған барий. Түзілген. Жақсы. Енді қысқартылған иондық теңдеу мұнау. Толық иондық теңдеу екіншісі. Барлығының қосындысы қанша болады? Қысқартылғандығы 3-ақ, е? Алдында коэффициенттері. 1, 1, 1, 3. Мына жер 1, мына жер 1, мына жер 1, 3 болады. Ал толық иондықтығы 11. 11. 11, я? 11. 11 және 3 сынды А жауабы болады. Келесі. Судағы ерітіндінің соңына дейін жүретін реакция дейді. Жалпы осындай қысқартылған толық иондық теңдеуіне түсіндік қой, я, барлығымыз? Судағы ерітіндісіне соңына дейін жүрмейтін реакция. Ол жерде жүрмейтін десе, соңына дейін жүретін бізде қандай ерекшеліктер бар еді? 3-еу бар еді, міндетті түрде не бөліну керек? Тұнба, газ, үшінші Су. Осы 3-еуі бөлінбейтін болса, бізде реакция соңына дейін не істейді? Жүрмейді. Енді бірден жауап бере аламыз ба, қайсысы деп? Осылардың қайсысы соңына дейін жүрмейді деп ойлайсыздар? А жауабында су шығады, я? Жүреді. В жауабында тоже су шығады. Төртіншіде қара. H2SO3 деген зат шығуы мүмкін. Төртіншіде, я? Қараш, мына жерден. Ал оны қалай жазуға болады? H2SO3-ті H2O және SO2 деп екеуін жазуға болады. Ол кезде не бөлінеді тағы қосымша бізде? Газ. Ендеше бізде 2-ақ вариант қалды.
Соңғысы апай, мне кажется. Тебе кажется, да? Да. Бірақ ол кезде тұнба шығады екен. Тұнба шығады. Я, дұрыс айтасың. Ендеше Бізде С вариант. С жауап болды, иә, С жауап болды. Өйткені натрий хлор мен калий хлор мен натрий NO3-ті әрекеттестірген кезде ешқандай просто натрий хлориді калий NO3 шығады, екеуі де я тұнба емес, я газ емес, я су емес. Сондықтан біз осы нәрсені соңынан дейін жүрмейді деп, немесе реакция жүрмейді деп қоя саламыз. Үшінші, дұрыс жауапты айттыңыздар. Енді үшінші, 3 моль темір сульфаты. Темір сульфаты қалай жазылады? СО4. Феррум СО4. СО4. Феррум СО4. Бізде 3 валентті ғой. 3 деп тұрғандықтан, мынау плюс 3 зарядты деген сөз, мынау минус 2. Значит, феррум 2, береміз. 3 қоямыз. Тамаша. Енді диссоциациясында түзілген сульфат аниондарының мөлшері. Диссоциация деген не? Осыны Иондарға ыдырау. тамаша. Қосамыз СО4. Енді реакцияны теңестірейік. Осы диссоциацияны теңестірейік. Феррумның алдында 2, СО4 алдында 3 қоямыз. Тамаша. Енді қара, мына жерде ол 3 мольдан деп тұр ғой. Мына жерде ол 2-ның орнына не қоям? 3-ке көбейтіп? 6 қоясын. Мынаның алдында ешқандай коэффициент жоқ. 1, сондықтан сразу 3 мольді қоям. Ал мынаға не қоям? 9. 9 қояма. 9, 3-3-ке көбейтейік, 9. Сонда бұл жерде бізде нені сұрап тұр? Түзілген сульфат деген қайсы? Түзілген сульфатымыз СО4 ионы, сульфат ионы деген СО4 ионы. Енді оны сульфат ионының алдындағы мөлшері қанша болып тұр сонда? 9. Бізде В жауабы болады екен. Сұрақты түсінеміз. Бізде кейде байқамай оқушылар барлығының қосындысын қойып қою мүмкін. Немесе барлығын көбейтіндісін қойып қою мүмкін. Ондай қателіктер жасамаймыз. Себебі бізде сұрап тұр нақты сульфат анионын ғана. Немесе түзілген иондар десе, тек түзілген темір мен сульфатты ғана аламыз. Ал немесе жалпы иондардың мөлшері десе, онда барлығыныкін қосамыз. Түсінікті ма? Яғни сұрақ, мен сұрақты соған байланысты жауап береміз. Түсінікті болса, онда келесі. Натрий фосфатының 3 молекуласы мен барий гидроксидінің 2 молекуласының диссоциациясы. Айтып тұр, 3 молекула деген жазумен айтып тұр, бірақ біз не істей аламыз? Бірінші натрий фосфатын жазайық. Натрий 3 ПО4. ПО4. Тамаша, ПО4 фосфат, ол минус 3 заряд, натрий барий OH. Аха. Келесі барий гидроксиді. Барий OH2. Аха. Сыртында 2, OH-тың сыртында 2. Барий OH2. Біз Получается натрий гидроксиді. Барий фосфаты. Натрийдің алдына 3 қойылады, мына жерде. Мына жерде барийдің, бізде не деп тұр? Диссоциация деп тұр, дұрыс қой. Әрекеттестірмейміз, просто диссоциация қоймыз, яғни иондарға таратамыз. Барий қосылған OH. OH-тың алдындағы 2-ні не дейміз? Қайда қоямыз? Алдына. Енді қара, бірінші натрий фосфатының 3 молекуласы дейді. Алдына неше қоям? 3 қоям. 3. Барий гидроксидінің 2 молекуласы, барий гидроксидінің алдына 2 қоям. Енді шыққан аниондарды 3-ке көбейтем. Натрийдің 3-ті 9 қоям. ПО4-дің алдына 3 қоям. Ал барийдің алдына 2 қоям. OH-тың алдына 4 қоясың. Тамаша. Енді бізде сұрап тұр. Сұрақ қандай?
Түзілген кімдер? Катион или анион? Аниондар. Аниондар бізде қандай зарядтар? болады. Минус зарядта. Минус зарядтар. Я, сонда минус зарядтар алдында 3, OH-тың алдында 4. OH-тың алдында 4. O4-тің алдында 3, OH-тың алдында 4. Осы екеуінің қосындысы 7 болады екен. Есеп түсінікті ма? Келесі, 5-ші тапсырма. Егер диссоциациялану дәрежесі 20% болса, ерітіндідегі 120 молекуладан диссоциацияланатын электролит молекуласының саны. 120 Формулаға саламыз ба? Аха, формулаға салуға да болады. Яғни, 120 диссоциациялану дәрежесі деген сөз 20% ионға Ал 120 молекуладан диссоциацияланатын электролит молекула саны. Не істейміз? 20-ны 20-ға бөлеміз, оны көбейтеміз 100-ге. Я, немесе мынандай ғой, альфа тең n бөлінген N кіші n. көбейтілген 100% қой. Бұл жерде альфамыз бізде 20%. Общий молекуламыз 120, мына жерде x көбейтілген 100 болып тұр ғой. Онымыз бізде. X таба аламыз ғой, я? 120-ға бөлеміз, бөліп оннан 2 деп аламыз ба? Солай істейміз, а? Солай есеп теңдеу арқылы шығаруға болады. Я. 100x тең болады. 240 па? Сосын 240-ты 240 па 20-ға көбейтсек? Жоқ, 240 емес, 2400. 2400, е? 400-ді 100-ге бөлеміз. 24 бола ма? 24. 24 бізде С жауабы негізі. 24. Есеп түсінікті болса, келесі. Берілген металл OH2 негіздің диссоциациялану дәрежесі 20%-ға тең болса, ерітіндідегі 40-қа жуық ыдырамаған молекулаға сәйкес келетін гидроксид ионының саны. Диссоциациялану дәрежесі 20% болса, бұл ыдыраған молекуланың пайызы. Ерітіндідегі 40-қа жуық ыдырамаған молекула болса, соған сәйкес келетін гидроксид ионының саны. Қалай ойлайсыңдар, біз қалай шығарамыз? 40-ты 20-ға бөлеміз. Қараш, 20% ыдырағаны болса, ыдырамағаны қанша пайыз? 20-ны 100% деп аламыз. 80%. Дұрыстап ойланыңыздар. Міне қара, жалпы 20% ол диссоциациялану дәрежесі, значит, ыдыраған пайыз. Ыдырамағаны 80%. Аха, ыдырамаған ол 80%. Ол 80% ыдырамаған бізге 40-қа тең, я? Ал 20-ны x деп аламыз, сонда пропорциямен шығарамыз. Ал қанша болады? 10 болады. 10 болады. 800 болады, 880%-ға бөлген кезде 10 болады. Түсінікті ма енді? Сұрақ. Келесі, темір H-фтор диссоциациялану дәрежесі. Диссоциациялану дәрежесі 0,3 деген сөз қанша пайыз? 30% ба? 30%. Диссоциациялану дәрежесі деген ыдыраған пайыз бізде 30%. 0,8 ол H-фтор суда ерген кезде түзілген ерітіндідегі барлық бөлшектердің заты. Значит, барлығы бізде 100% қанша? 0,8. Аха, 0,8-іміз ол бізде 100%. Ал бізде диссоциациялану дәрежесі 0,3 деген қанша пайыз еді? 30%-іміз қанша деп табыламыз? 0,8-ді 30-ға көбейтіп
жүзге бөлеміз. Қанша болды? 0,24. 0,24. 0,24. Иә. 0,24 значит бізде Е жауабы, иә? Дұрыс па? Иә. Түсінікті ма? Болады ма? Енді келесі. Суда ерткен кездегі да тоқтай тұрыңыздаршы. Асығып кеттік мына жерде, мен баламен де асығып тұрмын. H фторды ионға ыдыратпаппыз ғой, біз диссоциация ұшыртпаппыз. H плюс фтор минус болмайды ма? Мынау 0,8 0,8 болса, қанша барлық заттардың мөлшері деп тұр ғой, түзілген деп тұр еще. Түзілген дегенде бізде сутекті табамыз және фторды табамыз. Мынау 0,8 болса, мынау астардың барлығы 1 мольден болса, мынау да 0,8 моль. Мынау да 0,8 моль емес па? Дұрыс па? Значит, бізде 0,8 қанша моль бар? Екеуісі бар, иә? 0,8-ді 2-ге көбейтеміз. 0,16. Бірде 16 деп аламыз өткен 100%-ді. Түсінікті ма? 1,100-ден 6 ма, әлде 16 ма? Жоқ, 1,6. 1,6, иә? Значит, 0,48 шығар. қалай болады онда? Қалай болады? 116 деп аламыз, 30%, 100%, иә. Жоқ, 1,6. Иә, 0,8-ге 0,8-ді қосайықшы. 1,6. 1,6-ды 30%-ға көбейтіп, 100-ге бөлесіз ғой? 0,148. Значит, Д жауап болу керек. Мен жаңа асығып, ионға ыдыратпай, сразу шығаруға тырыстым да. Қателік менен кетіпті, өйткені мына жақта кішкене бала әсер етіп жатыр. Д жауап болады. Ерткен кездегі, ертіндідегі дегенді артынан байқап қалып жатыр. Енді келесі қандай бізде? Диссоциациялану дәрежесі 65% деген, ионға ыдыраған 65%. 0,1 молярлы кальций хлориді ертінісіндегі хлорид ионының концентрациясын есепте дейді. Хлорид ионының концентрациясын есепте. Бізде концентрация берілген, кальций хлориді берілген, я? Ионға ыдыратайық. Кальций қосылған. Хлор 2. Хлор 2. Я. Енді 0,1 молярлы кальций хлориді, 0,1. Біз нені табу керекпіз? Хлорид ионын табу керекпіз. Хлор 2 деп аламыз. Хлордың несі? Екісі сол жерге жазыла ма, әлде алдына жазыла ма? Коэффициент болып жазылады алдына. Коэффициент болып жазылады, бәсе? Енді 2 хлор минус болады, иә? Енді қараңыз. 0,1 болса, анау қанша болған? Мынау 1 моль, мынау 2 моль. Х-іңіз қанша болғаны? 0,12. 0,2 қанша? 2. 0,2 болса, 0,2 болса, енді 65%-ын табамыз соны. 0,2-ні осыны біз 100%. 100% деп аламыз. Одан 65%. Пайызда X деп аламыз. Қанша болады? Қанша болады? 0,13. 0,13 ба? С жауабы болады екен. Есеп түсінікті ма? Иә.
Иә, түсінікті. Мгм. Енді оқушылар, бүгінгі сабақ қалай, ұнады ма? Иә. Иә. Мгм. Барлық есептер, диссоциацияға байланысты барлық есептер түгел түсінікті болды ма? Иә, түсінікті. Бүгінге Жаңағыдай біздің орындан тапсырмалардан бөлек тапсырмалардың бар. Аха, осындай бірнеше тапсырмаларды сіздерге қазір тағы да берем. Барлығымыз өзіміз орындаймыз ғой, иә? Иә. Иә. Апай, сосын маған WhatsApp-қа байланысқа шығасыз ғой, иә? Аха, жақсы. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға көп рахмет. Сізге де рахмет, апай. Люблю. Сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Иә, сау болыңыз.